Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін Python бағдарламасымен жұмыс жасауды жалғастырамыз. Бүгін бізде ерекше сабақ. Бұл сабақ интернетте еш жерде таппайсыздар. Сондықтан оқушылар осы сабақты жақсылап оқып алуларыңызды, жаттап алуларыңызды өтінеміз. Бүгін біз Math және SIMPy кітапханасымен жұмыс жасаймыз. SIMPy алғашқы sim, яғни символдармен деген сөзден алынған, Python, яғни SIMPy. Бұл SIMPy жағы кітапханасы бізде негізгі үш мәнді қабылдайды. Real, rational, integer. Яғни шын, рационал, яғни жаңағыдай бөлімдермен жұмыс жасау. Drop дейміз орысша, және integer бүтін сандармен. Мен бүгін мынандай 5 бағыт алып отырмын. Рационал сандармен жұмыс жасау. Кез келген функцияны тригонометриялық болсын, оны қатарға жіктеу. Шектермен жұмыс жасау. Diff, яғни туындымен жұмыс жасау, integrate, интегралмен жұмыс жасау. Ал жұмысты бастайық. PyCharm бағдарламасын ашамыз. Осы жерде терминалды басып, осы жерге сіздер былай жазасыздар. Pip install SIMPy. Сол секілді pip install math. Яғни екі библиотеканы сіздер жеке-жеке терминал арқылы Pythonға енгізіп алуымыз керек. Оны менде алдын ала жүктеліп қойды. Сіздер осылай істейсіздер. Енді арман қарай ең оңайынан бастайық. Math кітапханасымен. Ол үшін біз import math деп жазамыз. Енді өзімізге күнделікті айнымалы a тең math. Мысалға мен нүкте косинустың мәнін есептеуім керек. Мысалы 30 градуста. Print. Бұл жерде қазір print, 30 болу керек бізде. Реттілік, яғни компиляцияға жіберіп көрсек, шынымен де мұны есептеп берді. Мысалы, бұл жерде косинус емес, басқа мәнді алып қарасақ болады. Мысалға пи 3,14. Өте жақсы көрдіңіздер ғой. Яғни math функциясын біз жаңағыдай орташа есептеуде қолданамыз. Енді SIMPy'ді қалай есептеу керектігін көрсетейін. Ең әуелі біз from SIMPy кітапханасы import, мұны осы реттілікпен жұмыс жасайсыздар. Пробел жүргізіп барып, бір көбейту белгішесін қоямыз. Енді күнделікті өзіміз айнымалы a тең, міндетті түрде үлкен әріптен rational x, y екі мәнді берейін. Мысалы 7. Print a. Компиляцияға жүргізіп көрейік. Дұрыс, 7-тен 1. Яғни мен бастапқыда айтып кеткендей, rational функциясы бізде дроптармен, яғни бөлімдермен жұмыс жасау керек. Егер 1-ді 7-ге бөлсек, калькулятормен 0 бүтін, бірнеше ұзақ сандар шығып кететін болса, бұл жерде бізде бүтін сандарын көрсетеді. 7-тен 1, 3-тен 1 деген. Ал енді мына жерде өзгертіп көрейікші кәні. Мысалы, рационал санды рационал санға бөліп көрейік. Мысалы, рационал 15-ті бөліп көрейік, рационал 10-ға дейік. Мысалы. Дұрыс, 2-ден 3, яғни 15-ті 10-ға бөлсек 1,5 ғой калькулятормен. Сондықтан 1,5 деп көрсетпей, оның бүтін бөлігін көрсетіп көріп тұрсыздар. Бұда бізде рационал функциясы немен жұмыс жасауға болатынын сіздер бүгін үйрендіңіздер деп ойлаймын. Келесі, бастапқыда мен айтып кеттім. SIMPy, яғни символ деп тұр ғой. Яғни біз өзіміздің x, y-гімізді, мәндерімізді символдарға айналдырсақ болады. Олай болса, x-ті қандай да бір символға теңестіріп алайық. Ол үшін x symbols, x мән береміз, және y symbols, y мән берейік. Бізде үшін x және y-ті символдарға айналдыруға. Енді күнделікті өзімізді мысалы айнымалымыз a тең x, мысалы қосу y, қосу x минус y деп алып көрейік. Және осыны біз
шығарып көрейік нәтижесін. Көрейік, не шығады екен. fx. Шынымен де мына функцияны біз есептейтін болсақ, мысалы қағазбен, ручкамен алып есептесек, fx мәнін аламыз. Өзгертіп көрейікші осы мәнді. Мысалы, x қосу y квадратында деп көрейік. Не мән шығады екен, көрейік. Компиляцияда. Иә, мұны. Көріп отырсаңыздар, жаңағыдай біз олардың бүтін бөліктерін алып отырмыз. Енді біз рационалды бітірдік. Енді қатарға жіктеуді көрсетейін. Бұл жерде пай жарымда print a тұра берсін, айнымалымызды өшірейік. Мысалға қатарға біз жіктеп көрейік. Синус функциясын тригонометриялық жіктеп көрейік. Бұл жерде мен мәнді қайдан алып жатырмын. Мысалы, сериясы болса, қарап отырсаңыздар, мен нені жүктеймін деп тұр? Тригонометриялық функция синус қой, синус деймін. Одан кейін барып, қазір синус функцияны жазып алайын. Одан кейін мен міндетті түрде нүкте қоямын. Осы нүктеден кейін барып, жаңағы тура мәздегіден басталатынмын. Серияс деп жазамыз. Серияс. Әлі ауадан алып отқан жоқпыз. Серияс. Одан кейін барып, жақшаны ашамыз және мәнді қоямыз. Соның арада бізде war дейді, айнымал деген сөз. Көрдіңіз ғой? Одан кейін өтір тұр міндетті түрде. Мен яғни x бойынша жүктеп жатсам, онда y тапсай салайын. X міндетті түрде өтір. Енді бұл жерде не дейді? Point order дейді. Неден неге дейін дейді. Яғни мен бұл жерде мысалы 0-ден 10 сан аралығында жүктелетін тексеріп көрейік. Компиляция жүргіземіз. X-ін сөйлеймін. Қарап отырсаңыздар, синус x тригонометриялық функциясын 0-ден 10-ға дейін жүктеп отырмын. Сіздер мына жердегі параметрлерді өздеріңіз қалауынша өзгерте берсеңіздер болады. Бұл түсінікті ғой деп ойлаймын. Мына жерге кез келген жаңағыдай функцияны алсаңыз болады. Мейлі x болсын, z болсын, y болсын, тангенс болсын, айырмашылығы жоқ. Келесі бізде лимит, шекті қарастырайық. Шек. Енді бұл жерде мұна өшіртпасай салайын. Тура сол сияқты бұл жерде мұна лимит. Бірінші лимит деп жазамыз. Одан кейін назар аударсаңыздар, f(x) дейді. Қандай да бір функцияны біз бұл жерге жазуымыз керек. Енді былайша айтқанда барлығын по формула жасап жатырмыз ғой, формула бойынша. X арман қарай. Мына біздің функциямыз бітті, өтір x 0 дейді. Енді өтір былай сесілайық. Мысалға біз сәл күрделі боласақ, бөлімнен x боласасын, одан кейін өтір қоямын. Косинус x бөлімнен x, ол менің f(x) болып тұр. Енді x 0. Дұрыс қой, формула бойынша, мына көріп отырсыздар x 0. Қойдым орға, енді компиляция жүргізіп көрейік, не шығады екен бізде шектен. Шексіздік дейді. Яғни мына есептің шешімі шексіздік екен. Көріп отырсыздар, Сол сияқты сізде әртүрлі мына жерде мән бере бересіздер. Синус, тангенс деген сияқты. Ол жай қарапайым функциялар болуы мүмкін. Енді менің ең жақсы көретін мына дифференциал дейді, туынды мен интегралды көрсетейін қазір. Енді бастаймыз. Бастап айтып кеткен, x, y ол тұра береді ол. Арнайы символдарға айналдырып алсаңыздар болады. Яғни бірінші diff формула бойынша жазамыз. Қандай да бір функцияны жаңағыдай не істеп көрейік, туындысынан көрейік. Мысалға x-дің 4 дәрежесі дейік. Қараңыздар, мен мына функция дейді. Жаңағыдай функцияның орнына өтір қойылып тұр. Осы функция дегеннің орнында мен x-дің 4 дәрежесін алып отырып, одан кейін өтір қоямын. Себебі формулада өтір бар.
Енді бір қандай да бір айнымалы және n дейді. Енді мен x бойынша алып отырмын айнымалы. Әзірге мен n-ді енгізбей ақ қояйын. Нәтижесін көрейік, не шығады екен. Дұрыс. Шын мәнінде x-дің 4 дәрежесінің туындысы 4x-дің 3 жаңағы кубы деген сөз. Енді осы жерде үтір қойып барып, мына жерде формулада n деп тұр. n деген n-ші туындысы. Мысалға, үшінші туындысы, екінші туындысы қандай болады екен көрейікші. Мәні. 12x квадрат. Ал үшінші туындысын алып көрейік, қандай болады. Бұл мүлдем басқа болды. Төртінші туындысы негізі 24 болу керек. Дұрыс. Бесінші функция 0 болу керек. Енді жоғарғы сынып алгебрада өтесіздер бұл мәнді. Өте жақсы. Бұл жерге айтып отырмын ғой. Кез келген функцияны алып қарауға болады. Түбір асты болсын, сквер деп бар. Лимит болсын, тригонометриялық функциялар болсын, косинус, синус, тангенс деп. Енді бұл сабақ түсінікті деп ойлаймын. Арман қарай интегрейт. Тура алдыңғы формулалардағыдай бұл жерде де қарапайым функцияларды қарастырып көрсек болады. Есеп шығаруда. Біз енді айнымалымызды өзгертіп көрейік. Формуламыз бар ғой. Интегрейт. Енді мысалы косинус функциясын жаңағыдай істеп көрейік. Косинус функциясын шығып кетті. Косинус. И және формула бойынша бұл жерде функциямыз бірінші кетті. Өтір ары қарай бізде аргументтер кетеді. Аргументтер. Өтір аргументіні мысалға мен алып көрейін, аралық беріп көрейін. X-тен X-іміз 0-ден пи аралығын қабылдап көрсін. Пи бөлімден 4 аралығын бесалайық. Немен шығайын көрейік. Бұл деймін. Шығарып көрейік, шыққан есептеп. Бізде қате дейді. Қай жерде қате кетіп қалды. Бұл функция бізде сыртқа шығып кетіпті. X функциясы іште тұру керек. Енді көрейік, шығарып нәтижені. Бұл жерде қате бар дейді. Integrate косинус X. Мынада бір жақ шығартып ал дейді. Енді дұрыс болды. Қазір көрейік. Дұрыс. Яғни косинус X-тің 0-ден пи бөлінген 4 аралығында біз түбір асты 2 бөлінген 2 деген шешім алады екенбіз. Бұл мәнді синусқа айналдырып көрейік. Мән алады екенбіз. 1 минус түбір астында 2 бөлінген 2. Шынымен де бүгінгі сабақ меніңше қызықты өтті. Оқушылар ең әуелі бұл Python'да айтып отырмын жаңағыдай формулаларды жаттап алсаңыз болды. Кейін бұлар сіздерді есептеуге оңай болады. Кейін өзіңіздің туындыңызды жасасаңыз болады, өз дүниеңізді, өз жұмысыңызды. Біздің сабаққа жазылыңыздар, подписаться етіп, таратуды ұмытпаймыз. Формулаларды жаттаймыз Python'дағы. Комментарияларыңызға түсінбеген сұрақтарыңызды жазыңыздар. Сау саламат болыңыздар.